Құдай шынымен де уақытысымен кетіп қалған дұрыс емес. Күлкі болмай, ана қазақ концертке айтам, мен пенсиядамын ғой енді. Болды ғой енді десем айтам. Роза Бағланова апаларың 80 жасқа дейін өлең айтқан деп. Мен айтам, ол уақыт бөлек. Роза апамдай болу қайда бізге? Сондықтан ол кезде әншілер де аз еді. Бармақпен санайтынбыз. Ойбай, Роза Бағланова келе жатыр деп. Әлгі бір кеше не жейсіз, қандай тамақ жейсіз деп сұрайды ғой, сонда ылғи Роза апам есіме түсіп кетеді. Сол кезде гүрілдеп тұрған кезде 40 жас қылшылдап бір ауданға Роза Бағланова келе жатыр, тез дайындалыңдар деген ғой. Содан ақ волгамен алып келіп ауылда жылқы сойып жаңағы ойбай бәрін жаңағы тұздап бәрін қатырып бір жылқыны. Апам өзі 40 жас кәрі болып көрінетін негізі. 40 жаста кәрі деп атайтын. Содан жаңағы Роза апам Волгадан ақтып шығып келе жатыр. Сосын бәрі алдынан жүгіріп, директор совхозы жаңа бәрі. Ой апа, міне сіздің құрметіңізге жылқы сойып бәрін дайындап, тамақтың бәрін былқылдатып пісіріп қойдық деп сөйтіп айтса. Роза апам айтады дейді. Мен тауықтың етін жеймін деп айтады дейді. Сосын аналар сасып ғой бүйтіп ауылда деп сосын ана директор совхоз деген саспайды дейді. Тез ана тауық дайындаңдар деген ғой. Көршінің тауығын қуып жүріп әрең дегенде әлгі тезді жұлатын жұлып тазалап жаңағы апамның алдына алып келген. Бүйтіп қана жейтін адам еді ғой өзі, көп те жемейді тамақ. Сөйтіп рахмет жандарым деп кеткен ғой. Сосын ровно 20 жылдан кейін 60 жасқа толған кезде тағы Роза апам дәл сол ауылға келе жатыр дейді. Содан ойбай енді не жейді екен енді десе естерін алып жатыр ғой, сөйтсе ана басқа бастық уже айтады дейді. Бәрінен бір табақ дайындап қойыңдар, сиырдың етінен де, қойдың етінен де, жылқының етінен де бәрін дайындаңдар деген ғой. Содан Роза апам енді уже мерседеспен бүйтіп түсіп келе жатыр. Апа, есіңізде ма? 40 жасыңызда келіп едіңіз ғой, сонда сіз тауықтың етін жеймін деп едіңіз, қазір ненің етін жейсіз деген ғой. Сөйтсе апам деп күлді. Маған қазір бәрібір ғой деп айтады дейді. Сол сияқты біз де апамның жасына келдік, бізге бәрібір. Ал енді ойнадық, күлдік, жыладық. Ошып үйге күліп қайтыңыздар. Жаңағы ана қыздың биле-биле деген әнін айтып берейін. Қабыл алыңыздар.